Қарамалардың эктопаразитлеріне қандай дәрілер қолдану керек? Бұл хақында білмекші болатын болсаңыз, видеоны диққатпен ақырына шейін көріңіз достар, пайдалы болады деген үміттемін. Эктопаразиттерге қарсы ивермектин дәрісі қолданылады достар. Ивермектин дәрісін 50 кг салмаққа есептап 1 мл миқдарда тері астына инъекция қылынады. Ивермекке қосымша етіп, витаминді инъекция қылсаңыз болады достар. Бұл дәрілерді бір мәрте инъекция қылғаннан кейін, арадан 7 күн өткізгеннен кейін қайтадан инъекция қылынады. Пайдалы болған болса, лайк басып, мал сақлайтын таныстарыңызға осы видеоны жіберіп қойсаңыз болады достар.